Ол қазақ әдебиетінің абайтану мектебінің негізін қалаушы, абайтануды іргелі ғылымға айналдыру жолында еңбек еткен ғалым. Семейдегі абай мұражайын ұйымдастырушы. Елордада Қайым Мұхамедхановтың зерттеушілік қызметіне арналған дөңгелек үстел өтті. Оның абай шығармаларының текстологиясына арналған жұмысы ең күрделі еңбегі. Бұл тектес зерттеу қазақ әдебиетінде жоқ дейді ғалымдар. Қайым Мұхамедхановтың зерттеушілік қызметке бой ұруына әкесінің септігі көп болды дейді олар. Қайым абайтануға қалай үлес қосса, оның түпкі негізінде бұның әкесінің жиған байлығы, әкесінің жиған бай кітапханасы, әкесінің жомарттықпен алғызған, жазғызып алған қазақ газеттерінің пайдасы, осының барлығы айналып келгенде абайтану ғылымына көптеген үлес қосты. Қайым Мұхамедханов бұл абай музейінің ең алғашқы директоры болған, ұйымдастырған 40-шы жылдары соғыстың кезінде, соғыстан кейінгіде абай ауылының адамдарының арасында жүріп, сол жердегі абайдан қалған экспонаттарды жинап, абайдан қалған мұралардың барлығын тиянақтап жинап, оның бір ортаға өткізіп, Семейдегі абай музейін ұйымдастырған, және соның ең алғашқы басшысы ретінде тарихта қалған тұлға.